Қазіргі карантин кезінде адамдар әртүрлі миға сенгісіз жалған ақпараттарды таратудан жалықпайды. Соның бірі Қазақстан халқын жаппай чиптайды деген ақпарат. Бұл әңгіме қайдан шықты және бұл сыбыс шындыққа жанаса ма? Анықтап көрейік. Ең алдымен біз чип туралы не білеміз? Чип дегеніміз белгілі бір тапсырмаларды орындайтын мини-компьютер. Бірақ олар бізді аңдай ала ма? Әрине аңдай алады. Дәл қазір осы видеоны көріп отырған компьютерден мекен-жайыңыз туралы ақпараттар беріліп жатыр. Ал ұялы телефоныңыз одан да көп ақпаратпен бөлісе алады. Біздің қазіргі жағдайымыз шпиондық кинолардан әлдеқайда алыс. Сондықтан чипті еш білдіртпестен адам ішіне орнату мүмкін емес. Ол дегеніміз ондай отаны білдіртпестен өткізу миға сыймайды. Чиптің өзі транзисторлар мен микросхемалардан тұратын кремнийлі пластина. Қазір ең кішкентай деген микросхемалардың элементтерінің өлшемі 5 нанометрді құрайды. Бірақ бұл құрылғының сыртқы қорапшасы миллиметрмен өлшенеді. Микросхеманың өзін сыртқы қорабынсыз адам ішіне енгізу мүмкін емес. Және оның жұмыс істеп, қандай да бір сигнал беру үшін мыңдаған транзисторлар керек. Ал ол бірнеше миллиметрді құрайды. Бұл дегеніміз заманауи чиптарды нанометрмен өлшемек түгіл, кішкентай деп айтуға келмейді. Сондықтан оны вакцинамен бірге адам ішіне енгізу мүмкін емес. Негізінен жасырын чиптаудағы техниканың басты мәселесі одан да айқын, және ол қуат көзіне келіп тіреледі. Адам ішіне мәңгілік батареяны орнату физикалық түрде мүмкін емес. Қорытындылап, жасырын чиптау туралы өсек аяңды түбегейлі сейілткіміз келеді. Біріншіден, ондай операцияны жасырын өткізу техникалық түрде мүмкін емес. Қазір заманауи, кішкентай деген компьютерлердің өзі ондайға дайын емес. Екіншіден, ешқандай жасырын бақылау жүргізудің керегі де жоқ. Сіз барлық керек ақпаратпен бұрыннан бөлісіп жүрсіз. Әрбір жүктелген бағдарлама сіздің жеке деректеріңізге және мекен-жайыңызға рұқсат сұрайды. Ал ұялы телефоныңыз үнемі сізді аңдып жүреді. Телефон арқылы әрқашан кез келген суретке мекен-жай туралы ақпарат қойылады. Сондықтан қазіргі кезде чиптау туралы сұрақтар тудырту ақымақтық. Ол мүмкін емес және актуалды емес. 20 жыл бұрын басталған техникалық революция сол кезде ақ жаһандық бақылау деген процесті бастап кеткен. Сіздің телефон, таныстарыңыздың телефоны, немесе барлық жерге қойылып тасталған камералар, осылардың кез келгені сізді тауып беруге қауқарлы. Ал бұл туралы алаңдау немесе алаңдамау жеке өз ойыңыз. Әрине біреу үшін жеке ақпараттарының немесе суреттерінің таралуы қорқынышты болуы мүмкін. Бірақ осы адамдардың көпшілігі алаңсыз кез келген бағдарламаға өзі туралы ақпарат жинауға рұқсат береді. Осы видеодан кейін сізді басқаратын наноботтардың бар екені туралы барлық күмәніңіз сейілді деп үміттенеміз. Сіздермен бірге болған Фараби, және естеріңізде болсын, шын беріліп қызықтаған нәрсе ғана жүрекке жетеді.